Қазақстан мен Өзбекстан президенттері Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиёев Каспий Голд картасы картаматта қалай жылдам әрі оңай басып шығарылатындығын өз көздерімен көрді. Қазақстандық Каспий KZ инновациялық компаниясының мүмкіндіктері Алматы Fair Eye форумында таныстырылды. Алматыдағы Атакент көрме орталығында бизнес, мемлекеттік құрылымдар, инвесторлар мен сала мамандары жаңа технологиялармен танысты. Атакенттегі павильондардың бірі нағыз стартаптар аллеясына айналды. Қазақстандық компаниялар жасанды интеллект саласындағы инновациялық шешімдері мен өнімдерін ұсынуда. Каспий KZ стенді алдыңғы қатарда және көзге бірден түседі. Дәл осы жерге Қазақстан мен Өзбекстан президенттері Қасым-Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиёев келді. Каспий KZ басшысы және негізін қалаушылардың бірі Михаил Ламтадзе мемлекет басшыларына автокөлікті тікелей смартфон экранынан рәсімдеуді көрсетті. Каспий KZ бұл қызметті бірінші болып іске қосқан. Бұрын бұл процесс бірнеше күн алса, енді бірнеше минутта атқарылады. Сондай-ақ мемлекет басшыларына Каспий Голд картасын шығарып көру ұсынылды. Бір картаны басып шығару уақыты 60 секундқа жетпейді. Алматы Fair Eye форумының қонақтары бұған таң қалды. Маған өте қызық болды. Және осыны алып, бір өзімді қуантып, өте тез жасалды. Өте қызығып тұрмын өзім. Болашақта мен осыған қарап, мен жас кезімде есіме түсіре аламын. Каспий ол Қазақстаннан шыққан компания. Әлемдегі рынокта NASDAQ-қа шығып жатыр қазіргі кезде. Сондықтан Каспийді мен ойлаймын болашақ зор деп. Шетелге шыққан кезде міндетті түрде осы Welcome to Kazakhstan картасын шетелдік достарыма көрсетемін деген ниеттемін. Айта кетерлігі, карта әдеттегі төлем құралы емес, сыйлық ретінде жасалған. Welcome to Kazakhstan деген жазуы бар. 3 күндік көрме барысында картамат тоқтамай жұмыс істеді. Мен осы картаны келіп алдым, үйге қойып қою үшін, сосын достарыма, отбасыма көрсету үшін. Айта кетейік, Каспий KZ Алматы Fair Eye форумының бас серіктесі болды. Каспий KZ супер қосымшасын Қазақстанда 14 миллионнан астам адам қолданады. Жыл сайын 10 миллионнан астам қазақстандық мемлекеттік қызметтер қызметін қолданып, цифрлық құжаттарды пайдаланады. Жүргізуші куәлігін ауыстырып, салық декларациясын толтырады және басқа да қызметтерді тұтынады. Компания Қазақстанның цифрлық инфрақұрылымын дамытуға, елдің имиджі мен танымалдығын арттыруға, ірі инвесторларды тартуға белсенді үлес қосуда. Нұргүл Нұрланқызы, КТК, Алматы.